Құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Каналымыз сіздер үшін қызмет атқаратын болады. Каналымызға қолдау білдіріп отырыңыздар. Бүгін енді сіздермен атмосфера қабаттарының ерекшеліктері тақырыбын қарастыратын боламыз. Бүгінгі бейне сабақта атмосфера қабаттарының ерекшеліктері түсіндірілетін болады. Атмосфера бірнеше қабаттан тұрады, яғни ол тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Мына схемада суретте көре аласыздар. Енді соларға жеке-жеке тоқталатын болсақ, алғашқы тропосфера қабаты гректің өзгеріс деген сөзінен шыққан аспан түсі күлгін болып көрінеді. Бұл ауаның сирек бөлінуіне байланысты. Қалыңдығы 20 километрге дейін созылады. Полюстерде 8-10 километр, экваторда 16-18 километр, қоңыржай ендіктерде 10-12 километр, орташа қалыңдығы 11 километр. Ерекшеліктері: ауаның 80% осы қабатта шоғырланған. Барлық тіршілік организмдер мекендейді. Су айналымы жүреді. Су буы түгелдей мұнда болады. Жоғарылаған сайын температура төмендейді. Яғни 100 метр сайын 0,6 градусқа төмендесе, 1000 метр сайын орташа есеппен -6 градусқа температура төмендеп отырады. Мінекей тропосфера қабатымыз. Келесі. Яғни бұл жерде мына нәрсені түсіндіріп өткім келеді. Экваторда қалыңдық неге көп? Өйткені күннің қатты қызуына оның көлемі ұлғайып көбейеді. Келесі бізде стратосфера гректің қабатталған деген сөзінен шыққан, құрамында озоны бар қабат. Бұл жер планетасының қорғаныш функциясын орындайды. Ерекшеліктер: мұнда бұлттар мен жауын-шашын пайда болмайды. Қалыңдығы 8 километрден 50 километрге астам биіктікте өтеді. 30 километр биіктікте ауа температурасы +50 градус шамасында сақталады. Әрі қарай биіктік біртіндеп жоғарылап отырып, 60 километр биіктікте +75 градусқа дейін артады. Күннің ультракүлгін сәулелерінен қорғайтын озон қабатынан тұрады. Мінекей стратосфера қабаты. Келесі қабат бізде осы стратосфераның ішіне құрамына енетін озон қабаты туралы айтатын боламын. Гректің бұл иіс шығару сөзінен алынған, түсі қою көк, өткір иісті газ. Ол аса қауіпті ультракүлгін сәулелерді өзіне сіңіреді. Озон қабаты күн радиациясынан қорғайтын жұқа газ қалқаны, яғни жердегі тіршілікті сақтап тұратын маңызды бөлік. 15-100 километр биіктікте орналасқан, бірақ 20-25 километр қашықтықта озонның ең көп мөлшері орналасқан. Ондағы тығыздық жер бетіне қарағанда 10 есе көп. 1980 жылдар ғалымдар Антарктиданың үстінде озон қабатының жұқарып тесілгенін байқаған. Оның диаметрі 1000 километрді құраған. Құрамында хлор мен бромы бар аэрозоль және мұздатқыш жабдықтарда қолданылатын сұйық газдардың, яғни фреонның әсерінен осы озон қабаты жұқарады. Сондықтан оны сақтау үшін көптеген шаралар қолға алынуда. Келесі біз мына суретті қарасаңыздар, озон қабатының жұқаруы бейнеленген сурет. 79 жылы, 89 жылы, 99 жылғы суреттерді алып қарап салыстыратын болсақ, озон қабатының жұқару көлемі ұлғайып бара жатқанын байқауға болады. Келесі қабат бізде ол мезосфера, гректің ортаңғы деген мағына білдіреді. Бұл жердің қорғаныш қабатын атқарады, себебі ол метеорлар мен астероидтардың көпшілігін жер бетіне жетпей бұзады. Ерекшеліктері: 50-80 километр биіктікте өтеді, қалыңдығы 35 километр. Мезосферада жоғарылаған сайын температура төмендей береді. Яғни 50 километр биіктікте -70 градус Цельсий шамасында болса, 80 километр төңірегінде -90 градусқа дейін төмендейді. Бұл ең суық және ең жұқа қабат болып саналады. Метеорлардың жануы мен метеорологиялық станцияларды аңғаруға болады. Бұл жерде мұзды кристалдардың күміс түстес бұлттар пайда болады. Келесі бізде термосфера, грек тілінен аударғанда жылу деген мағынаны білдіреді. Ол күн радиациясын жұтып, оны ыстық етеді. Ерекшеліктер: мұнда 80 километрден 800 километрге дейін созылады. Температура биіктікке қарай 100-ден тіпті 2000 градусқа дейін қызады. Поляр шұғыласын көре аламыз. Жерден жіберілген радиосигналдар шағылысады. Полюстерде күннің әсерінен әдемі поляр шұғыласы пайда болады. Яғни мына термосфера қабатында біздің
ғарыш станциялары орналасқан осы қабатта. Келесі бізде термосферамен бірге ионосфера қабаты да өтеді. Мұнда ауа сирек кездеседі. Аты айтып тұрғандай, ауаның иондануы өте күшті, қалыңдығы 80 мың километрге дейін созылады. Температура биіктікке қарай өзгереді, 1000 градусқа дейін жетеді. Ионосфера жоғары электр өткізгіш ортаны түзеді. Ионосферада поляр шұғыласы мен поляр бұлттар қалыптасады. Мына суреттен байқап көре аласыздар. Келесі қабат бізде ол экзосфера, гректің сыртқы деген мағынасын білдіреді. Жеңіл газдардан тұратын атмосфераның шеткі қабаты болып саналады. Ерекшеліктері: шекарасы 800 мың километр биіктіктен өтеді. Температура плюс 1200 плюс 2500 градусқа дейін көтеріледі. Кейде оны шашырау сферасы деп те атайды, себебі мұнда газ бөлшектері үлкен жылдамдықпен қозғалады және ғарыш кеңістігіне шашырайды. Бұл қабат әліге дейін толық зерттелмеген болып саналады. Келесі, енді сіздерге мынандай бір тапсырманы ұсынғым келеді. Жоғарыда аталған мәліметтерді пайдаланып, атмосфера қабаттарының ерекшеліктерін кестеге толтырсаңыздар болады. Яғни 5 қабат берілген, 5 қабаттың әр қабаттың биіктігі, температурасы және ерекшеліктері туралы қысқаша жазсаңыздар болады. Мына суретте поляр шұғыласын тамашалай аласыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға